Ботагөз баяндамасын қысқа қайырды. Лазареттегі жағдай бір қалыпты, ауру көп, дәрі аз. Өлім көрсеткіші жоғары болғанымен біртіндеп төмендеп келеді. Қашу немесе бөлік шығару жоспарлары байқалмайды, бәрі тыныш. Асқаров тыңдап отырып жазып алды да кенеттен сұрақты төтесінен қойды. Дәрігер Күләнда қоймадан азық-түлік ұрлап жүрме? Ботагөз селк ете қалды, бетінің қаны қашып қуарып кетті. Асқаров оған тесіле қарап, қыздың бұл реакциясын бірден байқады да суық жымиды. Түсінікті, демек, ұрлайды екен. Ал сен оған көмектесіп жүрсің. Өзің де қатысқан соң үндемейсің. Ботагөз не айтарын білмеді. Егер мойындаса, Күләнданы ату жазасына кеседі, өзі де оңбайды. Егер жоққа шығарса, Асқаров сенбейді, өйткені оның түрі бәрін айтып қойды. Ол үнсіз қалып үкімін күтті. Асқаров оған ұзақ қарап тұрып, баяу сөйледі. Ресми түрде мен бұл туралы бастықтарға баяндап, екеуіңді де тұтқындауым керек. Бұл үлкен іс болады. Ату жазасы, немесе 25 жыл лагер. Ботагөз көзін жұмды. Бәрі бітті. Ерте ме, кеш пе осылай боларын білген. Отпен ойнап еді, ақыры күйіп тынды. Бірақ Асқаров сөзін жалғастырды. Бейресми түрде мен ештеңе көргенде, естігенде жоқпын. Өйткені лазареттегі өлім көрсеткіші шынымен төмендеді, ал менің міндетім колониядағы тәртіпті сақтау. Егер тұтқындар аз өлсе, Мәскеуден келетін тексерістер де аз болады. Сондықтан жалғастыра беріңдер, тек абай болыңдар, ешкім байқап қалмасын. Ботагөз көзін ашты, естігеніне сене алар емес. Асқаров орнынан тұрып терезеге жақындады да, қараңғылыққа қарап тұрып сөйледі. Мен 4 жыл майданда соғыстым. Оқтың астында аштық пен суықтан адамдардың қалай өлетінін көрдім. Соғыс біткен соң, енді өлімді көрмейтін шығармын деп ойлап едім. Бірақ осында тап болдым. Күн сайын барактардан мәйіт шығарады. Адамдар тамақ жоқтықтан, ем болмағандықтан, суықтан өліп жатыр. Ал мен нұсқаулық бойынша осы жүйені күзетуім керек. Адамдарды жүйелі түрде өлтіретін тәртіпті қорғауым қажет. Ол артына бұрылып Ботагөзге қарады. Сондықтан, егер сендер адам өмірін сақтау үшін тамақ ұрласаңдар, мен оны көрген жоқпын. Түсінікті ме? Түсінікті, деді Ботагөз бас изеп. Боссың, 1 айдан соң көріскенше. Ботагөз кабинеттен есеңгіреп шықты. Мемлекеттік қауіпсіздік капитаны оның қылмысын жасырып, саналы түрде нұсқаулыққа қарсы шықты. Неге? Адамгершілігі ме, әлде оны осында ұстап отыру үшін жасаған есебі ме? Ол лазаретке оралып, Күләндаға бәрін айтып берді. Дәрігер үнсіз тыңдап. Асқаров жақсы адам екен, мұндай жүйеде бұл сирек кезетін жағдай. Бірақ босаңсыма, жаман жүйеде жақсы адам ұзақ тұра алмайды. Не жүйе оны сындырады, не ол кетеді, ал біз қаламыз. Келесі бастық мұндай түсінігі мол адам болмауы мүмкін деді. Сәуір айы нағыз көктемді ала келді. 1 аптадан соң Ботагөз алғашқы белгілерді сезді. Басы ауырып, әлсіздік басып, дене қызуы көтерілді. Ол жасыруға тырысып жұмысын жалғастыра берді. Екінші күні қызуы 39-ға жетті. Күләнда оның түрін көріп, қолынан тартып дәрігерлер бөлмесіне алып барды. Тексеріп көрсе, ішінде сүзекке тән бөртпелер қаптап кетіпті. Нақ сүзек. Күләнда оны бөлек кереуетке жатқызып, қызу басатын дәрілер мен соңғы қордағы сарысуды екті. Ботагөз қатты қызудың әсерінен ес-түссіз сандырақтап, 2 күн бойы ешкімді танымай жатты. Күләнда қасынан бір елі ажырамай, маңдайындағы шүберегін ауыстырып, аузына су тамызып, тынысы тарылып қалмауын қадағалап отырды. 3-ші күні аурудың ең қиын кезеңі, кризис басталды. Дене қызуы 40-тан асып, жүрегі соңғы күшімен соғып тұрды. Күләнда осы жылдар ішіндегі ең үздік көмекшісінен, өзіне қызындай болып кеткен бойжеткеннен айырылып қалатынын түсінді. Ол соңғы қалған пенициллин ампуласын салды да, майданда жүргенде ұмытып кеткен құдайына іштей жалбарынды. Түн ортасында қызу төмендей бастады. Сағат сайын 1 градусқа түсіп, таңға қарай 38-ге тұрақтады. Ботагөз ес жиып көзін ашты. Күләнданы көріп сөйлемек болды, бірақ дауысы шықпады. Дәрігер оған су берді. Ботагөз суды құмарлана ішіп, ақырын ғана сыбырлады. Қанша уақыт ұйықтадым? 3 күн. Сені жоғалтып алдым ба деп ойладым.
Ботагөз әлсіз жымиды. Мені өлтіру оңай емес. Аяққа тұру қиынға соқты. Бір апта бойы Ботагөз төсектен тұра алмады. Ауру мен оған дейінгі аштық оның ағзасын мүлдем қашытқан еді. Күләнда оған сорпа беріп, дәрумендер ішкізіп, тағы бір ай жұмыс істеуге тыйым салды. Бірақ колонияда індет өршіп кетті. Ауырғандар саны 15-тен 30-ға жетті. Лазаретте орын жоқ. Күләнда тәулігіне 20 сағат жұмыс істеп, шаршағаннан құлап қала жаздап жүрді. Індет басталғаннан кейін 10-шы күні Күләнданың өзі де ауырып қалды. Нақ сүзек. Сол баяғы белгілер: қызу, бөртпе, сандырақ. Ботагөз енді ғана тұра бастаған, әлі әлсіз, әрең жүрген еді. Бірақ басқа амал жоқ. Ол жалғыз үміт болды. Күләнданы дәрігерлер бөлмесіне жатқызып, қажетті дәрілерін екті де, өзі сүзек палатасына бет алды. 30 ауру әйел. Бәрі күтімді қажет етеді, бәрі ыңқырлап, сандырақтап жатыр. Ботагөз ауыр болса да механикалық түрде жұмысқа кірісті. Әр қимылы үлкен күшпен жасалды. Басы айналып, аяғы дірілдесе де, сағаттап күндіз түні демалмай жүрді. Өйткені ол тоқтаса, адамдар өле бастайтынын білді. Таңға қарай Ботагөз палатаның ішінде ес-түссіз құлап қалды. Оны көмек сұрай келген тұтқындар тауып алып, дәрігерлер бөлмесіне, Күләнданың қасындағы 3-ші кереуетке жатқызды. Енді науқастарға қарайтын ешкім қалмады. Әкімшілік көрші колониядан шұғыл түрде дәрігер шақыртты. Бір күннен соң елулердегі майдан хирургы Семенов есімді дәрігер келді. Жағдайды көргенде оның жағасы жайылды. 30 науқас қараусыз жатыр. 2 медицина қызметкері өлім аузында. Ол дереу қосымша санитарлар, дәрі-дәрмек және бөлек ғимарат талап етті. Бастықтар көрші баракты босатып, тұтқындар арасынан 4 санитар бөлді. Семенов бір аптаның ішінде індетті бақылауға алды. Күләнда бірінші болып беті бері қарап, 2 аптадан соң жұмысқа оралды. Ботагөздің жағдайы қиындау болды. Бір айда 2 рет ауырғандықтан тағы 1 апта жатты. Ол аяғына тұрғанда Күләнда оған байсалды түрде: сен ондаған адамның өмірін сақтап қалдың. Сол түні 30 науқасқа жалғыз өзің қарап, құлағанша тоқтаған жоқсың. Нағыз дәрігер солай істейді. Саған рахмет, деді. 1946 жылдың мамыры. Сүзек індеті жеңілді. Колонияда үйреншікті өмір басталды. Ботагөз біртіндеп оңалып келеді. Күләнда оған жеңіл-желпі жұмыстарды ғана жүктейді. Ботагөз бұл қамқорлыққа риза болғанымен, уақыттың босқа өтіп жатқанын сезеді. 1 жыл өтті, тағы 4 жыл бар. Бостандыққа ертерек шығудың жолын іздей бастады. Ол Күләндадан мерзімінен бұрын босап шығу мүмкіндігі туралы сұрады. Дәрігер басын шайқап: саяси баппен отырғандарға мерзімінен бұрын босату берілмейді, тек рақымшылық, амнистия болса ғана. Ал рақымшылық деген сирек болатын әрі болжап болмайтын нәрсе. Соңғысы жеңістен кейін 45-ші жылы болды. Келесісі қашан боларын ешкім білмейді, мүмкін 1 жылдан соң, мүмкін 10 жылдан соң, деді. Ботагөз үміттің жоқ екенін түсінді. 5 жылды соңына дейін отырып, бәріне төзу керек еді. Бірақ іштей бір шарасыздық сезімі өсіп келе жатты. Ботагөз үшін бұл 4 жыл тұтас бір ғасыр сияқты. Ол мұнда 18 жасар аңғал қыз болып кірді. Ал шыққанда 23 жастағы білімі жоқ. Мамандығы жоқ. Сотталған деген таңбасы бар әйел болып шықпақ. Оны алда қандай болашақ күтіп тұр? Мамыр айының соңында колонияға Мәскеуден арнайы комиссия келді. Тұтқындардың жағдайын тексеруге келген 3 адам: прокуратура полковнигі, ішкі істер министрлігінің өкілі және саяси тұтқындарға көмектесетін қоғамдық ұйымның мүшесі Анна Сергеевна есімді әйел. Бұл өте сирек болатын тексеріс еді. Әдетте Мәскеуден келгендер тек өндіріс жоспарының орындалуын ғана қадағалайтын. Комиссия барактарды, асхананы, шеберханаларды аралап, тұтқындардан жауап алды. Көбі үндемейді, шындықты айтуға қорқады. Себебі комиссия кеткен соң әкімшіліктің қыспағына түсетінін біледі. Комиссия лазаретке де келді. Күләнда дәрі-дәрмектің тапшылығын, қыстағы өлім-жітімді және сүзек індетін жасырмай баяндады. Анна Сергеевна саяси баппен отырғандар мен әділетсіз үкім алғандардың ісіне ерекше қызығушылық танытты. Күләнда құжаттарды көрсеткенде арасынан Ботагөз Мұратованың ісі шықты.
Анна Сергеевна оны мұқият оқып шығып түсі суып кетті. Бұл тұтқын қазір қайда? Деп сұрады ол. Күләнда Ботагөзді шақыртты. Ол арыған, өңі бозарған, шашы қысқа қиылған. Үстіндегі жұпыны киіммен 19 жастағы қыз емес. Көпті көрген әйел сияқты көрінетін. Анна Сергеевна оған ұзақ қарап тұрып. Сен 119 баппен сотталыпсың, бірақ іс қағазында сенің жәбірленуші екенің жазылған. Не болғанын айтып берші деді. Ботагөз ешқандай эмоциясыз, тек нақты деректерді айтты. 1944 жылдың күзінде оны коммуналдық пәтердегі көршісі 40 жастағы ішкіш еркек зорлаған. Ол милицияға арыз түсірген. Бірақ соғыс уақытындағы заң бойынша, егер жәбірленуші 16 жастан асқан болса, екеуі де азғындық жолға түсті деп саналып, бірдей жаза арқалайды екен. Екеуіне де 5 жылдан берген. Зорлаушы солтүстіктегі ерлер колониясында, бұл осында. Анна Сергеевна бұл заңның қисынсыздығына жиіркенішпен қарап, бәрін жазып алды. Мен бұл істі қайта қаратуға тырысамын деп уәде берді ол. Ботагөз сенбесе де, рахмет деп басын изеді. Маусым айында Мәскеуден күтпеген хат келді. Ботагөз Мұратованың ісі қайта қарауға жіберілсін. Сот отырысы шілде айына белгіленді. Күләнда мұның Анна Сергеевнаның арқасы екенін түсіндірді. Ол ықпалды адам, жоғары лауазымды шенеуніктің әйелі екен. Шілде айының басында Ботагөзді Столыпин вагонымен Екатеринборға, Свердловск айдаумен алып келді. Сот жабық түрде өтті. Прокурор, баптың аты бап, заңның аты заң, үкім өзгермесін деп қасарысты. Бірақ Анна Сергеевна жіберген адвокат зорлық құрбаны мен қылмыскердің бірдей жаза алуы әділеттілікке қайшы екенін дәлелдеп бақты. Судья материалдарды ұзақ зерттеп соңында үкімді оқыды. 1945 жылғы сот шешімі заңсыз деп танылып күші жойылсын. Ботагөз Мұратова қылмыс құрамының жоқтығына байланысты дереу бостандыққа шығарылсын, және оған толық ақтау, реабилитация берілсін. Ботагөз құлағына сенбеді. 1 жылдық тозақ, аштық, ауру, өліммен бетпе-бет келу, бәрі артта қалды. Ол сот залынан еркін адам болып шықты. Оған құжаттарын, киімдерін және Екатеринбордан туған қаласына дейінгі жол билетін берді. Ол вокзалға келіп пойызды күтіп тұрды. Оның қолында Күләнда дәрігер берген кішкентай түйіншек бар еді. Ішінде бір үзім нан мен медициналық анықтамалық кітап. Ботагөз пойызға мініп терезеден артта қалып бара жатқан Орал тауларына қарады. Ол енді 18 жасар қыз емес еді. Ол өмірдің ең ауыр сабағын өткерген, бірақ рухы сынбаған дәрігер болатын. Ол өзіне серт берді, қалайда оқуын жалғастырады, нағыз дәрігер болады, және бұдан былай ешқашан ешкімге өзін қорлауға жол бермейді. Үкім өзгертілді. 5 жылдық мерзімі 2 жылға қысқартылып, ол да шартты түрде деп белгіленді. Өтелген уақытты есепке ала отырып, Ботагөз Мұратова дереу бостандыққа шығарылсын. Ботагөз бұл сөздерді естігенде өз құлағына өзі сенбеді. Дәл қазір, дәл осы жерде бостандыққа шығады. Судья басын изеп, «Иә, бара бер, еркіндіктесің» деді. Ботагөзді залдан шығарып, құжаттарын рәсімдеп, азаматтық киімдерімен жол ақысын қолына ұстатты. Ол тергеу изоляторының қақпасының алдында кішкентай түйіншегін ұстап тұрды. Не істерін, қайда барарын білмей дал. Ата-анасы ол тұтқындалғанға дейін қайтыс болған, туыстары да, достары да қалмаған. Түрмеде өткен 1 жыл оны өмірден сызып тастағандай. Ботагөз вокзалға барып, Мәскеуге билет алды. Оның қолында Анна Сергеевнаның мекенжайы бар еді. Ол хатында, егер босап шыққан соң көмек керек болса, маған кел деп жазған. Ботагөз тәуекелге бел буды. Басқа барар жері жоқ еді. 1946 жылдың шілде айының соңында Мәскеуге келді. Анна Сергеевнаның үйін тапты. Орталықтағы үлкен үй, төбесі биік пәтер. Қоңырауды басқанда есікті Анна Сергеевнаның өзі ашып, Ботагөзді бірден таныды. «Кір келет деп күткенмін» деп жымеді ол. Пәтер кең, жап-жарық, сөрелер толы кітап, қабырғада суреттер ілулі. Ботагөз өзінің тозған киіммен қысылып тұрды. Анна Сергеевна оны дастарханға отырғызып, шай беріп, сот пен бостандық туралы тәптіштеп сұрады. Ботагөз бәрін айтып беріп, алғысын жаудырды. Анна Сергеевна қолын сілтеп: «Оқасы жоқ. Қолымнан келгенін істеп жатырмын.
Мұндай әділетсіз істер жүздеп саналады. Үлгергеніме көмектесемін. Сенің жағдайың тым сорақы еді. Бәрі оң шешілгеніне қуаныштымын, деді. Ботагөз жұмыс туралы сұрады. Күн көру керек. Анна Сергеевна біраз ойланып ұсыныс тастады. Менің бір таныс дәрігерім бар, аурухана меңгерушісі. Санитар іздеп жүрген. Сені орналастыра аламын. Медициналық білімің, лазареттегі тәжірибең бар, қиындықсыз алады. Бір аптадан соң Ботагөз Мәскеудегі 23-ші ауруханаға санитар болып жұмысқа орналасты. Жалақысы аз болса да өмір сүруге жететін. Қала шетіндегі коммуналды пәтерден бір бұрышты жалға алды. 3 шаршы метрлік бөлме, кереует, орындық, тумбочка. Бірақ өз үйі. Өміріндегі алғашқы жеке баспанасы. Ботагөз таңнан кешке дейін жұмыс істеп, бостандыққа баяу үйрене бастады. Алғашқы апталарда көшеге шығуға қорықты, үнемі артына жалтақтап, біреу ұстап алып, қайтадан түрмеге апаратындай сезінетін. Бірақ біртіндеп қорқыныш басылып, өмірі реттеле бастады. Жұмыс, үй, тамақ, ұйқы, лагерде қол жетпес арман болған қарапайым нәрселер енді күнделікті шындыққа айналды. Ол өткенді ұмытуға, түрмені, Күләнданы, өзі қалдырып кеткен науқастарды ойламауға тырысты. Бірақ түнде түсіне барактар, айғай-шу, суық пен қан кіретін. Терге малшыны боянып таңға дейін көз ілмейтін. Қыркүйек айында колониядағы Күләнда дәрігерден хат алды. Дәрігер оны сағынғанын, жақсы көмекшісіз жұмыс қиындап кеткенін. Күләштің кілт, сәлем айтқанын және көптеген науқастардың оны сұрап, көмегі үшін рахмет айтып жатқанын жазыпты. Күләнда Ботагөзге бостандықта сәттілік тілеп. Тікенек сымның ар жағында қалғандарды ұмытпауын өтінді. Ботагөз хатты оқып отырып жылап жіберді. Бостандыққа шыққалы бірінші рет Күләнді үшін, түрме үшін, сол бір тозақ болса да, өзін керек сезінген өмір үшін егілді. Бостандықта ол ешкімге керек емес сияқты еді. Мыңдаған санитардың бірі болып жұмысын істейді, айлығын алады, бірақ өмірдің мәні жоқтай көрінетін. Түрмеде оның әрбір күні біреудің өмірін сақтап қалатын. Мұнда ол жүйенің кішкентай ғана бөлшегі. Ботагөз жауап хат жазып, Мәскеудегі өмірін, жұмысын баяндап, Күләнданың үйреткендері үшін алғыс айтып, бәрін есте сақтауға уәде берді. Осылайша хат алмасу дәстүрге айналды. Айына бір рет Күләнда колония жаңалықтарын, Ботагөз бостандық жаңалықтарын жазып тұрды. Осылайша бір жыл өтті. 47-ші жылы Ботагөз медициналық училищенің кешкі бөліміне оқуға түсті. Оқуын аяқтап, фельдшер мамандығын алуға бекінді. Күндіз санитар, кешке студент. Түнде үй тапсырмасын орындап, тәулігіне 4 сағат ұйықтайтын. Төзімі мен ерік жігерінің арқасында бәріне үлгерді. Институтта алған білімі мен лагер лазаретіндегі тәжірибесі оған қатты көмектесті. Ботагөз училищені мерзімінен бұрын бітіріп, дипломын алды. Ботагөзді фельдшер қызметіне көтереді. 1948 жылы колония әкімшілігінен суық хабар келеді. Күләнда дәрігер қайтыс болды. Ол науқастарды емдеп жүріп, өзіне де туберкулез жұқтырып алған екен. Соңғы деміне дейін өзін аямай, адамдарды ажалдан арашалап өтіпті. Оны лагер маңындағы зиратқа жерлеген. Ботагөз бұл хабарды естігенде күні бойы еңіреп жылады. Күләнда оған анасындай болған еді. Бәрін үйретті, орман кесудегі нақ өлімнен құтқарды, қауіп төнгенде қорғап, оған сенім артты. Ботагөз өзі отырған колонияға келді. Әкімшіліктен рұқсат алып, зиратқа барды. Жүздеген белгісіз бейіттер, тозған ағаш крестер мен есімдері өшіп қалған тақтайшалар. Ақыры Күләнда Павлова деген жазуы бар бейітті тауып алды. Басында ұзақ үнсіз тұрды да дауыстап: "Бәрі үшін рахмет сізге. Лайықты өмір сүруге, екеуміз бірге құтқарған жандардың әрқайсысын жадымда сақтауға уәде беремін", деді. Ботагөз Мәскеуге оралып, фельдшерлік жұмысын жалғастырды. Өмірін тыныш, қарапайым өткізді. Ешкіммен жақыны араласпады, өткені туралы тіс жармады. Сотты болғаны туралы сұрағандарға жай ғана жалтара жауап беретін. Уақыт өте келе оны бәрі ұмытты. Ол кәдімгі кеңестік әйелдердің біріне айналды. Жұмыс істеді, өмір сүрді, қартайды.
Егер бұл хикая сізге қызықты болса, міндетті түрде лайк басыңыз, немесе керісінше пікір қалдырыңыз. Кездескенше.